Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет, ерекше, дәмді болып шығатын ноқат сорпасымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай еттер қажет болады. Сіздерде сүйек болса, тіптен жақсы болып кетеді. Өйткені сүйекті қайнататын болсаңыздар, сорпамыздың бетіне майы шығып, дәмді болып шығатын болады. Қазанымызға жуылған еттерімізді саламыз және ноқатымызды да жуып, тазалап жуып, оны да қазанымызға салатын боламыз. Екеуін бірге салып алған соң, үстіне үлкен көлемде су құятын боламыз. Суымызды құйып алған соң, ноқатымыз бен сүйегімізді газымызға қойып, бетін жауып қайнататын боламыз. Біздің суымыз қайнады. Қайнаған суымыздың бетіне шыққан көбіктерін алып тастайтын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі, бұл өте көп қайнауы қажет. Етіміз бен ноқатымыз жұп-жұмсақ болып пісуі қажет, 5-6 сағатты талап етеді. Көбіктерін алып болған соң, дәміне қарай кішкене тұзымызды сеуіп, бетін жауып пісіретін боламыз. Ал енді ішіне салатын заттарымыз дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картошка, сәбіз, пияз қажет болады. Картошка мен сәбізімізді кубиктап турап аламыз, ал пиязымызды мен сол күйінше салатын боламын. Біздің етіміз бен ноқатымыз пісті. Мен 5 сағат пісірдім. Өте жұп-жұмсақ, даже сүйегінен ажырап тұр. Сіздер де солай пісірсеңіздер болады. Етіміз бен сүйегімізді бөлек ыдысымызға салып аламыз. Ал енді жаңағы турап алған сәбізімізді, пиязымызды, картошкамызды қазанымызға салатын боламыз. Суларыңыз азайып қалса, үстіне кішкене қайнаған су құйсаңыздар болады. Сосын сәбізіміз бен картошкамыз піскенше бетін жауып жай отта пісіріп алатын боламыз. Сосын тұзы аз болса, кішкене тұз салыңыздар. Мен сорпаға қосатын дәмдеуіш қостым. Ал енді жаңағы дайындап қойған етімізді сүйегінен ажыратып, етімізді майдалап турап алатын боламыз. Турап алған етімізді жаңағы дайын болған сорпамызға салатын боламыз. Бізде барлығы жұп-жұмсақ болып пісті. Тағы бір қайнатып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Біздің тамағымыз дайын болды. Ал енді ыдысымызға құйып алуға болады. Өте керемет, дәмді, ерекше тамақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған назым. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен өте дәмді, керемет, ерекше болып шығатын тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.